Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің жасым 40-тан енді асты. Мектепте мұғаліммін. Жалғызбасты әйелмін. Аса сұлумын дей алмаймын, бірақ тартымдылығым да жоқ емес. Мәселе ондай емес. Күнделікті жұмыс, үй өмірімді мен үшін қызық қылмағандай. Негізі ауылдың ең пысық жігітке 25 жасымда тұрмысқа шыққан едім. 2 баламыз болды. Ауылда жұмыс тоқтап, жолдасым жұмыссыз қалды. Мұғалімнің айлығы аз, ата-енемнің пенсиясына қарап отырып ұят болғасын Алматыға көштік. Келе сала шаңырақ жақтан жалға времянка алдық. Күйеуім экспедиатор болып жұмысқа кірді. Тінектеп жүріп ақша жинап, 5 жыл дегенде қала шетінен жер алып шағын үй салып алдық. Күйеуім дүкенімізді дөңгелетіп, саудамыз қызып тұрды. Жағдайымыз оңала бастаған кез. Астыма көлік сатып әперді. Түрлі киім киіп, қалағанымды ала алатындай халге жеткенде бойыма бір желік біте бастады. Достарымыз көбейді. Құрбыларыммен апта сайын сауналататын болдым. Еріккен ақшалы қыз келіншектер шараптан алып отырып, сырларымызды ақтарып, қыздымен төсек мәселесін әңгімелесуге де ойысып кететінбіз. Күйеуіммен қарым-қатынасымыз қиындай түсті. Уақыт өте келе салқындай бастағандаймыз. Бастапқыда құрбыларымен қыдыруға көп қарсы болмайтын, кейіннен тыйым сала бастады. Мен ол қаншалықты қарсы болған сайын соншалықты қырсығып, терісінше жасайтын болдым. Балаларымды қарайтын әйел бар. Менің бос уақытым көп. Бірде көлігіммен кетіп бара жатып, қол көтеріп тұрған бір жігітке тоқтадым. Менен 6 жас кіші екен. Асылбекпен сол күні пәтер жалдап, айызымыз қанғанша көкпар тарттық. Жыныстық қатынасты әбден сағынып қалыппын. Асылбектің мені алай аударып бұлай төңкергенін көніп, әбден есіміз кеткенше болдық. Бұдан кейін де Асылбекпен бірнеше рет кездестім. Құрбымның бірі таныстырған Әділ есімді жігіт те төсекте жаман емес. Нар тұлғалы жігіт. Менің үстімде жатқанда өзімді бір патшайымдай сезінетінмін. Өзімнен жасырақ жігіттердің маған қызығушылығын маған одан сайын желіп бітіреді. Әдеттегідей кафеге барып тамақтанамыз. Сосын пәтерге барып көңіл көтереміз. Бір күні үйге келсем, күйеуім де балаларым да жоқ. Телефонына хабарлассам, ауылға әке-шешесіне кетіп қалыпты. Дүкенімізге екінші сатушы жалдаған екен. Дереу Нарынқол қайдасың деп жол тарттым. Күйеуімнің балаларымның бетіне қарауға ұят. Оқуларын сосында жалғастырып жатыр. Ата-енемнің олардың беретін түрі жоқ. Қайта күйеуім әкем мінеді деп көлігімді алып қалды. Басым салбырап Алматыға қайттым. Бұрынғыдай жүретін күйеуімнің ақшасы жоқ. Байырғы мамандығым бойынша мұғалімдікке жұмысқа қайта орналастым. Ақша жоқ болса әлгі нақсүйерлерім Асылбек пен Әділге де керегім болмай қалды. Сендей әйелді кездестіру бақыт, сен сондай кереметсің деген сөздерінің бәрі жалған болып шықты. Өз қолыммен құртқан бақытты қайтару қайда? Ең бастысы балаларым үшін жаным ауырады. Қызық қуып жүріп барлығын да ұмытыппын. Енді соның зардабын тартып жүрмін. Жұмысымда мектепте болған соң менің балалармен жасты бүлдіршіндерді көрсем жылағым келеді. Ондай кезде менің өмір сүргім келмей кетеді. Барып, күйеуімнің, балаларымның, ата-енемнің аяғына жығылсам ба екен. Қалай ойлайсыздар?